Мақсатсыздық. Мақсатсыздық адам көлігіне отырып алып, қайда баруды нақтылап жатпай, басы ауған жаққа жүре берген жүргізушіге ұқсайды. Үйден шыққанда баратын адресін білмей, күні бойы әйтеуір жүре берсең, кеш батқанда қай жерде болатыныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сол сияқты өмірде алдында нақты мақсат қоя алмасаң, ғұмырың соңына дейін ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай, айдалада адасып қаласың. Уақытты құр босқа өткізген боласың. Яғни, арықтағы суда ағып бара жатқан шөп-шалам секілді байламсыз, тұрақсыз жөңкіле бересің. Сондықтан да адам ең әуелі шынайы арман мен талап, нақты мақсат, сол мақсатқа жеткізер тыңғылықты жоспар керек. Мәңге лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға деп, ақын Мұхтар Шаханов жырлағандай, армандауды білмейтін адамға үлкен мақсат болмайды. Ендеше арманыңыз асқақ болсын. Үлкен мақсатты армандаудан қорықпаңыз. Армандау қабілетін берген Алла, оны орындауға да мүмкіндік берген. Адам арманына жетпесе де, сол жолда жүрудің өзі ғанибет. Бақытты кісі ойындағы бар арманына жеткен жан емес, сол жолда табанды күресе білген адам. Өйткені кемелдікке ұмтылған жандар нәтижеден бұрын әрекеттің өзінен бақыт тауып, ләззат алады. Адам арман жолында кемелденеді. Мақсаты айқындалмаған адам харекетсіз болады. Қолы бос, ісі жоқ. Мұндай пенде жетіліп, жігерлену былай тұрсын, кері кететін кембағал тірлікке құмбыл болады. Қожа Ахмет Яссауи кітабына үңілген бала, егінді егумен айналысқан егінші, қол істегі тігінші. Ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық жасауға уақыт таппайды десе, Абайды қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретуінің бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, саудаға салынса, қолы тиермеді, немесе тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деу осыдан. Баянды мақсатсыз, бүгін не істесем екен деп құр босқа қиялдап отырған адамға шайтан да үйір келеді. Оның нәпсісіне түрлі ой салып, қалаған жағына оп-оңай бұрып әкетеді. Сөйтіп, мақсаты жоқ адам кім көрінгендің жетегіндегі тайлақ сияқты жолай ұшырасқан пенденің шақыруын мақұл көріп, лабайлап жүгіре жөнеледі. Яғни, мақсаты бекем емес, пендені не болса сол жетектеп босатпайды. Айталық, қазіргі таңда әлеуметтік желіге басымен байланып қалған Facebook, Instagram, YouTube каналдарын көрумен бар уақытын өткізіп, бар ғұмырын арзан қалжың қысыр әңгіме тамашалауға жұмсаған адамдың бас бұйдасы жоқ деген сөз. Оның мақсаты тұйықталған, яғни нәпсісіне құл болып, түрлі құмарлық сезімдердің тұтқынына айналған. Мұндай адамның тұлға ретінде даму, жан-жақта жетіліп, рухани кемелдену мүмкін емес. Өйткені бұл пенде де асқазан қамын, тәндік рақат пен нәпсілік қалауларын, құмарлық сезімдерін тояттандырудан өзге мақсат жоқ. Одан асып басқа нәрсе ойлап алмақ емес. Әсірінде кез келген оқия қайталанады. Әуелі санаңдан кейін қағаз бетінде көрініс табады. Сосын іс жүзінде орындалады. Мысалы,
Үй тұрғызарда алдымен қажет бөлмелерді анықтап, егжей-тегжейлі жоба жасайсыз. Олай болмаған жағдайда құрылыс бүткенше неше рет өзгеріс жасап, тіпті қайта бұздырып, ауре-сарсаңға түсесің. Нәтижесінде көңілің толмайтын, әттеген-айы бар үй пайда болады. Ендеше, өмірде де жоспарлы мақсатың болмаса, ғұмырың өкінішке толы берекесіз болады. Мақсат бұлыңғыр болғанда, ақыл-ой сарсаңға түсіп, қалай бағыт аларын білмей абдырайды. Бұндай күйге түскен адам күш қайраты мен жігерін қажеті жоқ нәрселерге жұмсайды. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп жатқандай, каналымыздың 80%-ін каналға тіркелмей көреді екен. Тілі жоғалған елдің өзі де жоғалады дегендей, қазақ тілі контентін қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып және әңгіме тыңдайтын достарыңызға жіберіңізді өтінемін. Ал айқын мақсат қойғанда ақыл-ой радары оған жетуге қажетті мәліметтер іздеп, назарын сол іске шоғырландыра бастайды. Мақсаты нақтыланған адам сол бағытқа қарай харекетке көшіп, қозғалады да, білімін, уақытын, ресурсын, энергиясын сол мақсатқа жұмылдырады.